Күннің қанша жаста екенін қайдан білеміз? Біздің өміріміз күнге тәуелді. Оны бұлт көлегейлесе де, немесе жердің айналуы салдарынан түн болса да, ол бәрібір орнында, жан-жағына жарық шашып, жердегі тіршілікті қамтамасыз етіп тұр. Бірақ жоқтан барды ала алмайсыз. Күн қашанға осылай жарқырап тұрады? Ол қашаннан бері бар? Астрономиялық зерттеулердің көбісі телескоптың көмегімен жүргізіледі, бірақ бәрі емес. Жерге күн сайын 40 тоннадан аса зат түседі, ал кейбір кезектердің үлкендігі атмосфераны лапылдап жарып өтіп, жер бетіне жетуге жеткілікті. Метеориттер деп аталатын бұл ғарыштық тастар бізге күн жүйесінің жасын білуге қажетті ақпарат бере алады. Егер көне мысырлық мумияның жасын білгіміз келсе, көміртектік мерзімдеу әдісін қолданар едік. Алайда, біздің білуімізше, метеориттерде тіршілік жоқ, сондықтан олардың жасын анықтау үшін басқа тәсілді рубидийлік мерзімдеуді қолданамыз. Рубидий элементінің ыдырауын зерттеу арқылы олардың жасын анықтай аламыз. Бірақ бұл күннің жасын білуге қалай көмектеседі? Жер, планеталар, кометалар мен айлар күнмен бір мезгілде түзілді. Сондықтан ғарыштан келген тастардағы рубидий күннің 4,5 миллиард жаста екенін көрсетеді. Бірақ бұл сан нені білдіреді? Біздің күн жас па, әлде орта жаста ма, немесе зейнетке шықпақшы ма? Бұған жауап беру үшін күннің өзіне тереңірек үңілу керек. Біздің жұлдыздың ортасындағы температура адам айтқысыз 15 миллион Цельсий градусына жетеді. Мұнда сутегі атомдары бірігіп, гелий мен энергия түзеді. Бұл реакцияларда массаның азғантай бөлігі энергияға айналады. Түрлену Эйнштейннің әйгілі Е тең МЦ квадрат теңдеуімен сипатталады. Мұндағы Е бөлінген энергия, М энергияға айналған масса, ал С жарық жылдамдығы. Күннің отыны шексіз емес, сутегі түбінде таусылады, бірақ қашан? Мұны есептеу үшін бізге әуелі күннің салмағын өлшеу қажет. Ғарыштық таразы керек емес. Ауыр салмақтағы екі астрономды Йоганн Кеплер мен Исаак Ньютонды шақыруымыз қажет. Кеплер планеталардың қозғалыс заңдарын ашқанмен, олардың күн айналасындағы орбитада қалу себебін толық түсінбеді. 80 жылдан кейін Ньютон бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашты. Кеплер мен Ньютон заңдарын қолданып, күннің массасы 4000 триллион бегемотқа бара-бар екенін есептейміз. Енді 200 жылға алға жылжырсақ, Е тең МЦ квадрат пен күннің массасын аламыз. Енді бізде күннен шыққан энергияны өлшеуге қажетті құралдар бар. Болашақта жұлдыздың толық сызбасы жасалар, бірақ қазіргі модельдерге сәйкес, күннің 10%-ның қызуы ядролық синтезді жүзеге асыруға жеткілікті. Әр реакцияда сутегінің бастапқы массасының 10-нан 7-сі энергияға айналады. Әуе шарының жұқара берген сияқты, бұл энергия біздің жұлдыздан ғарышқа таралады. Біз 150 миллион километр қашықтықта болғандықтан, бұл сәулеленудің бар салмағын сезіне алмаймыз. Жерге түсетін энергия мөлшерін есептеуге болады. Күнге дейінгі қашықтықты білсек, ең алдымен күннен қанша энергия шығатынын анықтай аламыз. Ақыры, біздің жұлдыздағы отын мөлшерін білсек, оның қанша уақытқа жететінін де білеміз. Күн орта жастағы жұлдыз болып шықты. Оның отыны әлі 5 миллиард жылға жетеді екен. Сосын біздің сүйікті жұлдызымыз мүлде басқаша түргенеді. Ол уақытқа дейін біз басқа планетаға көшіп үлгеріп, болашақ жер 2.0 адамдары күн ғұмырының келесі кезеңіне куә болар деп үміттенемін.